Ең алдымен лекаладан қай жерін этноматадан жасағыңыз келеді, сол жерді белгілеп аласыз да, осылай бөлек қиып аласыз. Мен мысалға кокеткасын этноматадан жасаймын, сол үшін осы төбесін ғана кесіп аламын. Енді этноматамызды осылай бір-біріне оң беттестіріп бүктейміз екіге. Содан кейін этноматадан кесетін детальдарды үстіне қойып, осылай ручкамен немесе бормен сызып шығамыз. Бұл ручка үтіктеген кезде өшіп кетеді. Обычный ручкамен сызып жүрмеңіздер. Енді тігіске 1 сантиметрден беріп шығамыз. Осылай алдыңғы бойына және де артқы бойына. Біз гиптеген жерді уже біліп қалған шығарсыздар. Матаны бүктеген жеріне қоямыз да, солай бастырып шығамыз. Этнопринт матадан қанша шығын кеткенін есептеу үшін осылай подбордты өлшейміз, ұзындығы қанша болады. Сонда сізде сонша мата шығыны кетеді. Енді кокеткасына 1 сантиметр беріп шыққан сияқты, осыған да 1 сантиметр тігіске беріп шығамыз. Жеңіндегі осы насечка белгісі бұл иыққа тігіледі, ана домалақ белгіленген ол алдыңғы бойға тігіледі деген сөз.
Енді матамызды осылай екіге бүктейміз де жағамызды пішеміз. Изгиб деген бүктелген жерінде тұрады, яғни матамыздың бүктелген жеріне қоямыз. Енді этнопринт матадан пішкен детальдардың барлығын дублиріндаймыз. Артқы бой кокетка, алдыңғы бой кокетка, жеңдегі манжетін және астындағы манжеті, қалтасын, жағаны дублиріндаймыз барлығын. Подбордты да дублиріндауды ұмытпаймыз. Осылай дублиріндаған кезде артық шығып кетсе, қиып алып тастаймыз. Әйтпесе тіккен кезде бізге бөгет жасайды. Енді алдыңғы бойда осы жерде кнопка тұрады. Сол үшін сол жерге ғана дублирін жабыстырамыз.